Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Сіздермен бүгін өтетін тақырыбымыздың аты материалдық жауапкершілік туралы. Жеке және ұжымдық шарттарды жасау шарттары мен тәртібі. Сабағымыздың мақсаты материалдық жауапкершілікке тартудың шарттары мен тәртібі жайлы білу, студенттердің білімдерін тексере отырып нормативтік актілерге қызығушылығын арттыру. Білімгерлерді екі топқа бөліп, материалдық жауапкершілікке тартудың шарттары және материалдық жауапкершілікке тартудың тәртібі жайлы түсініктеме берсе. Материалдық жауапкершілік туралы шарт кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен жасалынып, жасы 18-ге толған, кәмелеттік жасқа толған азаматтармен жасалынады. Сондай-ақ ол 75 жыл сақталынады. Толық жеке материалдық жауапкершілік туралы шарт көрсетілген. Осы шарт бойынша жұмыс жасасаңыздар. Білімді бағалау жүйесі. Сабаққа қатысуы 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын өткізу 20 балл, сабаққа белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Үй жұмысы. Бірінші, материалдық жауапкершілікке тартудың шарттары, екінші, материалдық жауапкершілікке тартудың тәртіптері жайлы мағлұмат жазсаңыздар. Екінші, тәжірибелік сабаққа төмендегі материалдармен жұмыс жасасаңыздар. Жаттығулар мен жұмыс. Қолданылатын әдебиеттер.